Құдайдың уәдесінің күшін Таурат заңы жойған емес. Қымбатты бауырластар, күнделікті өмірден мысал келтірейін. Бекітілген келісімнің күшін жоюға немесе оған бір нәрсе қосуға болмайды. Бұл жерде де солай. Тәңір ие уәдесін Ыбырайымға және оның ұрпағына берді. Ол ұрпақтарыңа деп көпше түрде емес, ұрпағыңа деп жекеше түрде айтты. Ұрпағың біреуді білдіреді. Ол Мәсіх. Айтайын дегенім мынау. 430 жылдан кейін берілген Таурат заңы Құдай бұрын бекіткен келісімнің күшін, яғни оның Ыбырайымға Мәсіх жөнінде берген уәдесінің күшін жоя алмайды. Себебі, егер мұрагерлік Таурат заңына байланысты болса, онда ол уәде арқылы берілмес еді. Алайда Құдай мұраны Ыбырайымға рахыммен уәде етті. Онда Таурат заңының атқаратын қызметі қандай? Ол күнәларды әшкерелеу үшін қосымша ретінде берілді. Тәңірдің уәдесі Ыбырайымның ұрпағы Мәсіхке байланысты. Ол келгенше Таурат заңы күшінде тұрды. Періштелер мұны халыққа арада жүрген Мұса пайғамбар арқылы жеткізген еді. Ал жалғыз біреу іс жүргізетін болса, онда арада жүрушінің керегі жоқ. Ыбырайымға уәдені берген Құдайдың жеке өзі. Сонымен, Таурат заңы Құдайдың бұрын берген уәдесіне қайшы келіп тұрма? Жоқ, мүлдем олай емес. Себебі, егер мәңгілік өмірге қол жеткізетін заң берілген болса, онда адамдар оны орындап ақтала алар еді. Алайда, киелі жазбалар бүкіл адамзаттың күнәнің тұтқынында екенін мәлімдейді. Ондағы мақсат Иса Мәсіхке сену арқылы табыс етілетін уәделі сыйдың, яғни күнәдан ақталудың тек сенетіндерге ғана берілуі. Осы сенімнің заманы туып, келуге тиісті Мәсіхке сене алғанға дейін біз Таурат заңының бақылауында болып, тұтқынында жүрдік. Басқаша айтқанда, Таурат заңы тәрбиелеушіміз болып бізді Мәсіхке әкелді. Осылай оған сеніп ақталдық. Ал енді сенімнің заманы туғаннан бері тәрбиелеушінің қарамағынан шықтық. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар.